бастайық. Ол үшін спорттағы, өзіміздің спортымызда қарсыласымызға қалай сәттілік тілеушек, сол сияқты сәттілік тілейік. Қайда, қарсылас, шықтарға. Жақсы, жақсы. Ал бесендерге сәттілік тілейік. Отырамыз. Бүгін саған ол үшін бәрін қараймыз. Өткен білімізде есіңізге барамыз. Еске түсейік. Бірінші, фразалардың қандай көбею түрлері бар? Одан басқа, ол өсімдіктердегі жалпы фразалар бар. Жынысты және жыныссыз. Ал осы екеуінің қайсысы ең бірінші пайда болған? Жыныссыз пайда болған, иә? Келесі сұрақты, жынысты көбеюдің қандай түрлері бар? Кім айтады? Екі түрі бар. Қандай түрі бар? Жоқ, жынысты көбеюдің қандай түрі бар? Аналық пен аталық қатыса тұрыз. Қандай түрі бар еді? Кәне кімнің есінде екі түрі бар болады аш. Ол өсімдіктерге мен жануарға айтып тұрмын. Біреуінің акциялық қиынырақ болды, иә? Партеногенез болады, иә? Екі сырада еді, ұрықтану болатын тұрса. Енді мынандай сұрақ, ұрықтану дегеніміз не? Екі ағзаның бірігуі, екі жыныс жасушаның бірігуі. Қандай? Аналық пен оның нәтижесіне не түсуші? Жақсы. Енді мына суретке қарайшы. Біз өткен сабақта жыныс көбеюдің түрлері алтын соғамыз кетіп алды. Айтамын. Тақырыбы мүшелер жүйесінің дамуы эмбриогенездің сатқанда теңізді ашамыз. Бүгін нешесі? Жазатын 21-ші сәуір. 21-ші сәуір. Сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Аналық жыныс жасуша. Аналық жыныс жасуша. Екеуі қосылды. Бір жасуша қайда? Оның ұрықталған жасуша емес, мысалы ол адам сүресінде де жазылған, не? Адамзат баласы екі сүйек қамшыда. Білесіз ба? Екі сүйек қамшының бірігуінен ағзаның басталması қандай болады? Ары қарай кез келген тірі ағза бір жасушадан қалай мына сияқты нәрестеге айналады? Жалпы адамның өміріне алатын болсақ, адамдар бірінші зигота пайда болады. Келесі өмірге келгенде сосын ең соңында кез келген фраза. Енді осыны кез келген фразаның зиготадан бастап онтогенез гректің сөзі. Екі сөзден құралып тұр, онто деген жеке, генез деген туып даму деген сөз. Кез келген фраза зиготадан кейін жеке даму деген сөз. Енді онтогенездің екі түрі болады. Қараймыз, бірінші түрі эмбриогенез. Эмбриогенез дегеніміз не деп ойлайсыздар? Ананың құрсағындағы кезеңде не дейміз екен? Эмбриогенез кезеңі. Келесі екінші кезеңді қараңыз, ол қандай? Пост дегеніміз кейін деген сөз. Мына жердегі эмбрион деген сөз, ол ұрық деген сөз. Генез дегеніміз ұрық даму деген сөз. Сонда пост дегеніміз ұрықтан кейінгі даму деген сөз. Ол қандай даму? Мысалы сіздер осы екеуінің қайсысындасыздар? Дүниеге келіп кішкентай енді бізге ең қызығы мынандай, біз мынаны
Неге сұрау жасында түрлі қарашалардың пайда болу сатысы. Ол кезінде жасушалардың жіктелу. Жасушалар жүктеледі екен. Екі қабат тұрды екен. Үшінші қабат пайда болуы мүмкін екен. Дұрыстың әртүрлі жағында орналасқан жасушалар. Жақсы. Оның екі қабаты болады екен. Қандай қабат? Жақсы, қараңыз. Енді қараңыз. Бір қабат тұрып, мына жердегі жасушалардың бәрі бірге копия бірінен айырмашылық жоқ. Ал енді гаструлада қараймыз. Гаструлада өзгеше жасуша пайда болады. Осы жасуша ары қарай бүйтіп жоғарыға көтеріліп қалыспайды. Ол қалыпсатта енді неше қабат пайда болады екен? Екі қабат. Сыртындағысы қандай қабат болады? Эндодерма. Энто деген сол ішкі деген сөз екен. Ішкі. Енді гаструлардың өзі екінші сатылар екен және күніміз айтыры үш қабат болады. Бұл дұрыс айтамыз. Кеш гаструлар екен, онда үшінші қабат пайда болады. Ерекшелігі бар ма сонда? Данамда бар. Ең ерекшелігі не болды мен? Не пайда болды дайын радиакта? Сондайда бізге тері, сезінушілері жүйкеде үш нәрсе жазсақ бола ма? Болады, иә? Тері, сезінушісі, сосын жүйке. Oluyor. Болды ба? Ертең бір жеріңе ауырды ма? Эндодерма. Одан екі мысалы, екеу бір-біріне байланысты деген біз тамақ ішіп алып, жайып тұрсақ, біздің денемізде энергия пайда болмайды. Бізге міндетті оттек кіру керек дегеніміз, иә, мұрнымыз арқылы. Сол кезде килоджоуль энергия көп болады дегеніміз. Одан керек. Гаструла деген сол қасақша ұрық қабаттардың пайда болуы деген сөз. Ұрық қабаттардың пайда болуы. Жарайсың айтады. Үшінші, ол болмай дейміз. Сонымен
Жақсы көп баласы. Нариман өткізді. Саят, рахмет. Айдан арнайы. Келесі. Алдияр. Алдияр ермек деді. Жақсы. Алижания. Айданның алдына келе қалыңдар. Сендер. Үшінші жинап алыңдар. Сендер. Ішінде суреттер бар. Жақсы сурет берейін. Конвертті ашамыз. Қай тарапынан қандай? Бірінші үшінші қабатты сендерге сәл жүгелі етіп бердім. Ай жерден қателесіңдер, сол естеріңде қалсын деп. Келесі мынада. Нариман сен тасынан Айдан абылы бірінші қытпайды. Келесі, мынандай сұрақ қойып, қойдан қалай, сөзін жауап беремін. Сұрақтың бәрінде бар. Қай ұрып жақын ақшасына қандай ұлпа түзбек деп ойлайсың? Сол соқы жинаған мүшелерді ғана айтып қойып, енді қандай ұлпа түзбек? Мысалы, эктодермадан қандай ұлпа түзбек? Мезодермадан қандай ұлпа түзбек? Эктодермадан қандай ұлпа түзбек? Есіңдерме? Алла адамзатты екі қамшылы бірлігімен жараттық деген. Және оны сынау үшін оны көретін сезетін қылдық деген. Сондықтан осындай сезім үшін қоса дамытқан. Енді бүгінгі сабақ бойынша не сездік, не көрдік, не естідік? Biz uzoqcha eshitdik va Neni turib eshitdik? Ne bor? Qanday film bor? Экзотерма, энтодерма. Жақсы, тағзым айтамын. Жақсы, қол көтеріп жауап берейін. Жалғасын. Kişilerin damı jimsin. Келесі, мына жерде кесте беріп жүрсіңіз ба? Осы кестерді сызбайсыңдар. Тек қана сан болып ең арасы маған жолы бойынша тапсырылмады. Сондықтан мен биік арасында бүгін жетіп қоямын. Келесі.